Сәлем достар, қалайсыздар? Бүгін мен өзімнің бір күшті секретімді айтқым келеді, новичоктарға арналған. Егер сіз осы видеоны қарап отырсаңыз, значит сіз осы тойбастар жасау жолын іздеп жүрсіз, және осы туралы бір жақсы сізге совет нұсқаулық бергім келеді. Неден бастау керек, қалай бастау керек деген нұсқаулық көрсеткім келеді. Ең бірінші сізге шаблон каналы қажет болады. Шаблон каналын мен сізге айтқым келеді, менен алуыңызға болады, немесе менен алмаған жағдайдың өзінде сізде канал примерно мынандай болу керек. Мысалға, каналға кіресіз, каналға кіргенде мына медианы көріп тұрсыз ғой, бүкіл фотолары бар. Әрбір шаблонның сіз алып, просто мысалға аласыз да, канал алғаннан кейін рекламаға қоюға сізге сурет керек болады, ең бірінші очередь. Сол үшін сізге не только шаблон, онымен қатар рекламаға қоятын суреті бар канал қажет. Мысалға, міне, мынау менің каналым. Бұл каналда әрбір шаблонның үстінде, міне шаблон. Шаблонның үстінде мынандай міне суреттері бар. Фото для рекламы это. Содан кейін ескеретін жағдай, міндетті түрде шаблонның качествосы жақсы болу керек. Көріп тұрсыз ғой, гигабайт 200 гигабайттан кем болмау керек. Себебі 200 гигабайттан кем болса, мегабайт одан да үлкен дегенді білдіреді. Гигабайттан кем болса 200, онда качествосы нашар шығады. Ондай шаблонды клиентке табыстамай қойсаңыз болады, босқа позор болып. Содан кейін міндетті түрде осындай порядокпен алыңыз, канал алсаңыз. Міне свадебный канал. Мысалға, өзіңіз енді қарайсыз, қайықтан аласыз. Менің каналымда свадьба және оның свадьбаның ішінде юбилей жеребе. Бұл жаңа канал, жаңадан ашылған. Тек қана новинкалар, жаңа топпен, жаңа адамдармен құрастырдық. Для девочки деген каналға кірсеңіз, как положено, тоже бүкіл суреті, астында бүкіл шаблоны дайын тұрған. Качествосы 200 гигабайттан жоғары шаблондар бар. Сонымен қатар для мальчика деген міне. Бұның ішінде күттай бала 40-нан шығару, тағы тұсау кесу, тағы қандай праздниктер бар, соның бәрі бар ғой, в общем. Тіл ашар, 1-ге толу, 2-ге толу, 10-ға толу. В общем, отличник болса, отличник болған үшін деген сияқты. Солай сіздерге осы үлкен көмегін тигізеді деп ойлаймын. Канал алғанда ең бірінші очередь соған қарауыңызға нұсқаулық беремін. Принтер алған кезде менің принтерім Epson L805 өте жақсы деп айта аламын. Егер сізде одан да керемет принтер болса, әрине алуыңызға өзіңіз қарайсыз. Мен принтерден специалист емеспін, бірақ Epson L805-ке өте ризамын. Мен екінші принтер алайын деп жатырмын, тоже сондай аламын деп шештім. Жақсы, қарағаныңызға рахмет. Пайдам тиеді деп ойлаймын. Пайдам тисе плюсик тастап кетіңіз, мен қуанып отырам. Сау болыңыз.